Сәлем достар, кешкі асқа осындай әдемі идеямен бөліскім келіп жатыр. Оған бізге керекті заттар: ет, картошка, пияз, күріш, помидор, огурцы, тұз, томат және соевый соус. Картошкадан мен фри жасайтын болам, немесе не жасасаңыздар да болады, пюре. Бірінші пиязымызды әдемілеп турап аламыз. Мен пияздарым кішкентай болғандықтан 2 пияз алдым мен. Сіздерде үлкен болса, біреу алсаңыздар да болады. Қазанымызға майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін жайлап пиязымызды саламыз. Сөйтіп пиязымызды қуырып аламыз. Етімізді турап бастаймыз. Әдемілеп мен ұсақтап турадым. Үлкен қылып турасаңыздар да болады, немесе қабырға деген сияқты сүйектерді қоссаңыздар да болады. Менде бұл жерде мякоть. Осылай пиязымыздың үстінен етімізді саламыз, әдемілеп қуырамыз. Содан кейін үстінен тұзымызды саламыз. Мен 1 қасық қана тұз салдым. Әдемілеп араластырып отырып қуырып, үстінен томатымызды саламыз. Содан кейін жақсылап араластырып, тағы қуырамыз. Сосын үстіне соевый соусымызды қосып, оны да араластырып, әдемілеп аузын жауып қуырамыз. Пока ол қуырылып жатқанда, мына жақта картошканы турап бастаймыз. Мен картошканы фри қылатын болғандықтан осындай соломка қылып турадым, және аз адам болғандықтан аз картошка алдым. Сіздерде егерде адам көптеу болса, бұның порциясын көбейтсеңіздер болады. Немесе пюре жасайтын болсаңыздар, қайнатып кәдімгідей пюре жасасаңыздар болады. Біздікілер фриді жақсы көреді, балалар. Сол үшін мен фри дайындадым. Содан кейін помидор огурцымызды да турап дайындап қоямыз салатымызға. Мен осылай ұсақтап 4 бұрышты қылып осылай турадым. Сіздер қалауларыңыз бойынша формада турайсыздар. Күрішімізді әдемілеп жуамыз, су құйып. Суымыз мөлдір болғанша тазалап қайта-қайта жуасыздар. Етіміз қуырылып болды. Енді әдемілеп араластырып, үстінен қайнаған су құямыз. Сөйтіп қайнатып қоямыз крышкасын жауып, етіміз пісу үшін. Мына жағынан бөлек кішкене ыдысқа кішкене май құямыз түбіне жабыспас үшін, және күрішіміз андай рассыпчатый болу үшін май құйып қыздырып күрішімізді әдемілеп саламыз. Кептірілген күріш салыңыздар, су болып жүрмесін.
солай бірінші қуырып аламыз кішкене, содан кейін барып үстінен су құйып, суымызбен араластырып отырып, түбі жабыспас үшін араластырып жібересіздер әдемілеп и қайнатамыз. Бөлек ыдысқа тағы да көптеу қылып май құйып, фрейімізді пісіріп бастаймыз. Әбден қыздырамыз майымызды. Қызғаннан кейін жаңағы картошкаларымызды салып жібереміз да, осылай қызарғанша араластырып отырып пісіреміз. Ол уақытта бізде күрішіміз де пісіп жатыр, етіміз де пісіп жатыр. Картошка фрейіміз әдемілеп қызарғаннан кейін осылай сүзіп майын сырқып аламыз. Етіміз де пісті, етімізді де әдемі салып аламыз. Суын да жайлап құйып алсаңыздар болады. Подлив ұнатпасаңыздар, онда суын құймай-ақ қойсаңыздар да болады, етін ғана алып. Енді әдемілеп собирать етеміз. Күрішті осылай домалақ ыдысқа салып аласыз, немесе кесе болса кесеге саласыздар. Сөйтіп тарелкамызға түсіреміз әдемілеп домалақ форма қылып. Қасына осылай етімізді саламыз әдемілеп. Оның жанына картошка фрейімізді саламыз. Пюре болса, осы жерде пюрелеріңізді саласыздар. Мен фри жасадым. Содан кейін мына жақ шетіне помидорымыз бен огурцыйымызды саламыз, салатымызды. Күрішіміздің бетін әдемілеп осындай кетчуппен әсемдеп сурет салып жүрсеңіздер болады.
Мінекей тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.